Бүгін Үндістанның шығыс жағалауына фәни циклоны соққы берді. Сағатына 205 шақырым жылдамдықпен жеткен дауылдың екпіннен теңізде алып толқын көтеріліп, талай тасбақа су жағасына шығып қалған. Мұны бірер сағат бұрын Рейтер агенттігі хабарлады. Циклоны азаматтар арасында құрбан болғандар туралы мәлімет әзірге жоқ. Жергілікті үкімет 1.200.000 тұрғынды 24 сағаттың ішінде қауіпсіз жерге көшіріп үлгерген. Үндістан метеорологиялық департаментінің хабарлауынша, фәни елдің Одиша штатына жергілікті уақытпен таңғы сағат 8-дерде жеткен. Одан ағаштар құлап, көліктер аударылып, үйлердің шатыры ұшып, электр сымдары үзілген. Циклон қаупіне байланысты мектептер мен колледждер және бір әуежай жабылды. Сонымен қатар штатқа жүздеген дәрігер мен медициналық қызметкер жіберілген. Айта кетсек, 1999 жылы бұл штатта аса қуатты циклоннан 10 мың адам мерт болған еді. Дегенмен ауа райын болжау қызметі жетілдірілгендіктен 2013 жылы Файлин циклоннан 50-дей адам қаза тапқан.